асықпай не қылғанда есеп шығаруға да болады. Есеп шығарып, кәдімгі бірнеше есептер шығарып, бұдан да күрделендіруге болады. Енді әрі қарай кеттік. Бұл енді мемлекеттік шығындар несі? Инвестицияларды да сөйтіп бөлуге болады. Инвестицияларды өзі автономды инвестициялар болады. Автономды инвестициялар деген не? Ол былайша айтқанда жоспарлы инвестиция деп айтайықшы, қазақшалап. Жоспарлы инвестиция. Мысалы, сіз жоспарладыңыз. Алдағы есепті кезеңде мен мына станогымның мынандай бөлшегін ауыстырамын. Мен мынаның орнына басқа станок қоямын. Мынандай шығын шығарамын. Өзімнің қолымдағы бар өндірістік қуаттарымның биылғы жылы 20%-ын немесе 15%-ын мен жаңартамын деп, ол үшін мен мынандай шығын шығарамын деп, сіз инвестициялық жоспар құрып қойдыңыз. Ол сіздің жоспарлы инвестицияңыз. Қандай жағдай болса да мен осыны істеймін дейсіз. Бұл сіздің табысыңызға тәуелсіз. Сіз оны жоспарлап қойғансыз. Ал бірақ биылғы жылғы сіздің табысыңыз ойыңыздағыдан көбірек келді да, мына дарияда көктемде су еріп ағады ғой, арнасымен. Кейде бір қар мол жауған жылдары арнасынан шығып кетеді ғой су. Ойдағыдан артық шығып кетеді ғой. Артық пайда болған суды сіз бір не қазып, атымен жаңағы су сақтайтын қойма салдыңызда, сол артық шыққан арнасынан шығып кеткен суды қоймаға сақтап қоясыз ғой. Сол сияқты сіздің артық табыс таптыңыз, табысыңыздың артық бөлігін сіз не қыласыз? Жоспарланбаған инвестиция, ойыңызда жоқ, жоспарлы емес инвестиция шығарып қоясыз да. Мінекей, сонда біздің жалпы инвестициямыздың көлемі жоспарлы және жоспарлы емес дегеннен тұрады ғой. Ал енді жоспарлы емес инвестиция ол неге байланысты? Жоспарлы емес инвестиция. Ол өткенде классиктер айтты ғой, ол процентный ставкаға байланысты біріншіден деді. Екіншіден, ол табысқа байланысты. Табыспен ол тікелей. Мысалы, біз табысымыз неғұрлым көп болған сайын, біз инвестиция салуға деген кәсіпкерлердің ынтасы да соғұрлым жоғары болады ғой. Яғни, ол оны да бір А деген коэффициент деп белгілейтін болсақ, мынау А Y болады да. Бұл табысқа тікелей пропорционал. Табысым жоғары болған сайын, менің инвестиция салуға деген ынтам да соғұрлым жоғары болады. Бұл енді оң тәуелділік болады да, оң. Тура пропорционал болады. Мынау біздің табыс инвестициямызға қосылады. Ал енді бұған кері әсер ететін бір фактор бар. Оны Б деп қояйық, мысалы. Ол былай. Пайыз мөлшерлемесі. Пайыз мөлшерлемесі жоғары болған сайын, кредиттің ставкасы жоғары болған сайын, менің не салуға деген, инвестиция салуға деген, несие алуға деген ынтам төмендейді. Бұл екеуінің арасында кері байланыс бар. Яғни, мынау біздің инвестициямызды көбейтетін фактор болса, пайыз мөлшерлемесі, ұлттық табыстың өзі біздің инвестициямызды көбейтуге ықпал ететін жақсы фактор болса, ал пайыз мөлшерлемесі деген біздің инвестиция салуға деген ынтамызды төмендететін фактор да. Несиенің қымбаттаған сайын, түсіндіңіз ғой, не бола береді. Осындай бір. Бұны жоспарлы, қазақша айтқан кезде жоспарлы және жоспарлы емес инвестиция дейміз. Біреуі табысқа тәуелсіз, біреуі табысқа тәуелді. Табыспен жаңа пайыз мөлшерлемесіне тәуелді. Сол сияқты үшінші факторды айтайық, үшінші табыстың түрін айтайық. C плюс I-ды айттық, G-ді айттық, болды. Енді бір төртінші бір фактор бар. C плюс I плюс G плюс XN дедік қой. XN дегеніміз не? Бастапқыда айттық қой. Ол экспорт пен импорттың айырмасы дедік. Экспортқа біз сыртқа товар шығаратын болсақ, ол бізге пайда алып келеді. Мысалы бір 5 триллион дейікші. Ал сырттан біз товар таситын болсақ, мысалы 3 триллион дейік. Екеуінің айырмашылығы бізге 2 триллион болып табыс болып келеді. Экспорттың көп болған жақсы ғой. Экспорт бізге табыс әкеледі ғой. Мынау таза экспорт XN. XN тең 2 болып тұр ғой. Сонда біздің бұл жерде бір мәселе бар да. Экспорт деген ол не? Экспорт деген біздің сыртқа шығаратын товарымыз. Біздің сыртқа шығаратын товарымыздың көп өтуі, аз өтуі біздің табысымызға тәуелді ма, я шетелдіктердің табысына тәуелді ма? Әрине, біздің шығарып жатқан товарларымызды тұтынатын шетелдіктер ғой. Солардың табысына тәуелді фактор да ол. Яғни экспорт деген ол біздің табысымызға тәуелсіз. Ал керісінше, импорт деген нәрсе ол біздің табысымызға тәуелді. Біздің табысымыз көп болған сайын біз импорттық товарды көп тұтынамыз. Мінекей, сондықтан мынаны тәуелсіз экспорт дейміз, мынаны біздің табысымызға тәуелді импорт дейміз. Сондықтан осы мәселелерді айырып алған жөн.
оның да өзінің формулалары бар. Енді ол біздің уақытымызға сыймай кетеді. Айта берсек. Енді менің айтайын дегенім бұл жердегі біздің тақырыбымызға кіретін не? Бюджет салық саясаты, иә? Мына бюджеттен шығатын шығын өзін еселеп оралатынын жаңа түсіндік қой. Оны біз не деп айтадық? Мемлекеттік шығындар не дедік? Мультипликатор деп айттық. Мультипликатор деген көбейткіш деген сөз. Мемлекеттік шығын ғана емес, мына шығынның да мультипликатор бар. Инвестициялық шығынның да мультипликатор бар. Жаңа оны талдап өттім. Ал енді одан бөлек екінші бір мемлекеттің бір қолданатын бір мықты құралы бар. Ол не екен? Салық екен. Салық. Мемлекет өзінің шығынын көбейтуі де мүмкін. Көбейтпей, салығын көбейтуі мүмкін. Салық көбейту деген қалай? Мысалы, мына бағана біз айттық қой, мемлекеттің табысы дедік қой, Т деп белгілеміз. Мемлекеттің табысы салық қой енді. Салықты Т деп қояйық. Демек, мемлекет қандай да бір суммаға салықты көбейтетін болса, немесе азайтатын болса, салықтың суммасын өзгертетін болса, мысалы, мемлекет өзінің салығын 30%-ға арттырып жіберді дейікші. Ол міндетті түрде сіздің қалтаңызға әсер етеді. Сіздің қолыңызға тиетін табысыңыз азайып қалады. Мінекей мынау азаяды. Мемлекет салықты көтерді ма, сіздің табысыңыз азаяды 30%-ға. Ал енді сіздің табысыңыздың азайғаны неге алып келеді? Сіздің тұтыну шығындарыңыздың да азаятынына алып келеді. Сіздің тұтыну шығындарыңыз азайса, сіз менің таварымды азырақ тұтынатын боласыз. Менің таварымды азырақ тұтындыңыз, яғни менің табысым да азаяды. Менің табысым азайды ма, менің өндірісім азаюы мүмкін. Менің табысым азайды ма, менің қол астымда істейтін адамдардың, жұмысшылардың да табысы азаяды уақыттың өтуімен. Сұраныс азайып жатыр ғой. Енді я олардың жалақысы азаяды, я олардың істейтін өндіріс көлемі азаяды. Өндіріс көлемі азайғаннан кейін олардың бір бөлігін я жұмыстан шығарам. Бұл жерде уже не пайда болады? Біртіндеп циклдық жұмыссыздық пайда бола бастайды. Бағана айттық қой, циклдік жұмыстың 1% ұлттық экономикаға, ұлттық табыстың жалпы ішкі өнімнің 2 немесе 3% кем өндірілуіне алып келеді дедік. Оны Аукен заңы деген заң бар. Сонда біз өткенде тақырыпта көрсеткенбіз. Енді көрдіңіз ба? Сондықтан мына салықтың өте әсері күшті да, оны көбейтудің де азайтудың да. Керісінше мен салықтың ауыртпалығын төмендететін болсам, сізге келетін табыс та өзгереді. Сізге келетін табыс 30%-ға артады керісінше. Сізге келетін табыс 30%-ға артқаннан кейін, сіздің шығыныңыз да 30%-ға артады. Сіздің шығыныңыз 30%-ға артқасын, менің табысым 30%-ға артады. Менің табысым 30%-ға артқаннан кейін, менің өнім өндіруге деген ынтам артады. Менің инвестициялық шығыным артады. Өндіріс көлемі көбейеді. Инвестиция дегеннен кейін шығады. Осы жерде бір тағы бір нәрсені еске салып кетейік. Инвестицияның неше түрі бар? 3 түрі бар. Яғни, бірінші инвестицияның типі өндірістік қуаттарды жаңғырту. Мен өзімнің өндірістік қуаттарымды жаңғыртамын. Мысалы, мен айталық күніне қойын, сағатына дейінші, сағатына 1000 штук өнім өндіретін бір құралым болса, 1000 дана. Енді мен не қылам? Оның бір жаңа түрін алып келем. Шығын шығарам, инвестиция салам, жаңа түрін алып келем, я бір жерден өзгертем, оның өндірістік мүмкіндігі артады. Яғни бұл сағатына 1000 емес, енді 4000 я 5000 шығаратын болады. Яғни бұның өндірістік қуаты, өнімділігі артты. Бұл инвестицияның бірінші типі де өндіріс қуаттарын жаңғыртуға жұмсалатын тип. Енді өндіріс қуаттарының өнімділігі артқаннан кейін, ол бұрынғыдан көп өнім өндіреді ғой. Бұрынғыдан көп өнім өндіргеннен кейін экономикада не пайда бола бастайды? Запас дейді ғой. Артық өнім өндіріледі да, ол запас болады. Жаңағы айтқаны су тасыған кезде көктемде запас пайда болады ғой. Сол сияқты товарный запас пайда болады. Оны товарный материальный запас дейді. Артық өндіріледі. Енді бағанағы айтқан көктемде тасыған суыңызды шілденің ыстығында сол су арқылы сіз егінді суарасыз ғой, сақтап қойған судың арқасында. Сол сияқты экономика өзінің даму фазасына жеткен кезде артық жинап қойған өнімді енді не істейді? Мына жердегі артық өнімді ертең экономика құлдырайды ғой, ол заңдылық қой. Сол құлдыраған кезде, төмен түскен кезде, дағдарысқа барған кезде мына бағанағы запастың есебінен шығып кетеді дағдарыстан. Бұл заңдылық осылай, циклмен дамитын. Бұл
инвестицияның бірінші типі өндірістік қуаттарды арттыру болса, екінші типі товардың материал сапасын арттыру. Үшінші типі мына неге тұрғын үй құрылысына салынады. Қаттаған тұрғын үй құрылысынан неғып кетеді, салынады. Тоқтамайтын процесс ол. Мінекей, сол айтайын дегенім, мінекей, енді сөздің реті келген соң айтып кеткен ғой, ұмытып қалмасын балаларды. Мінекей, мына жерде салық мультипликаторы, иә? Салық мультипликаторы дегеніміз не? Ол да мынау құралай. Мына табыстың өзгеруі. Ненің есебінен өзгеріп жатыр табыс? Салықтың өзгеруінің есебінен өзгеріп жатыр. Солай ғой енді. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Біз мысалы бағана айттық қой, мына мультипликатор деген нәрсе, бұл жерде Б деген айттық қой бағана. А-ның қатысы жоқ, Б-ның қатысы бар да. Енді бұл жерде былай қыламыз, 1 бөлінген 1 минус Б деп. Бағана мен айтуды ұмытып кетіппін. Мысалы, біздің табысымыз 1 болатын болса, тұтынуға деген біздің икемділігіміз бағана айттым ғой, тұтынуға деген ынта табысқа тәуелді мына Б көбейтілген Y. 0,3 деп алдық қой біз шартты түрде. 1-ден 0,3 алсақ, не болады? 0,7. Сонда 1-ден 0,7-ге бөлетін болсақ, бұл жерде не болады бізде? Мәселен, 1,3 ба? Сондай болады. Ойбай, бұл жерде. 1-ден 7 0,7 ғой. Иә, сонда 1,3 қой. Сондай болып тұр ғой. Осындай бір заңдылық бар да. Не ғұрлым мынаның несі көп болған сайын, екеуінің айырмасы азая береді ғой. Не ғұрлым сіздің тұтынуға деген жаңағы ынтаңыз жоғары болған сайын, екеуінің айырмасы аз болады. Екеуінің айырмасы аз болған сайын, екеуінің қатынасы көбірек бола береді. Екеуінің қатынасы көбірек болған сайын, мультипликатордың көрсеткіші жоғары болады. Мультипликатордың көрсеткіші, бағана айттық қой, мультипликатор, шығындар мультипликаторы. Неғұрлым жоғары болған сайын, табыс көп болады. Мемлекеттің экономикаға ықпал ету дәрежесі жоғары болады. Дәл сол сияқты мына жерде салық мультипликаторда сондай. Бірақ бұл жерде минус деген таңба болады. Салық мультипликаторында да, мана мультипликатор налоговый деп қояқшы, салық мультипликаторы тең болады. Бұл жерде салықтың көтерілгені экономикаға, айттық қой, мемлекеттік шығынның көбейгені экономикаға оң әсер етеді. Ал салықтың көтерілгені экономикаға кері әсер етеді. Сондықтан алдына минус қоямыз да. Бұл жерде бірақ минус Б дейміз. Минус Б бөлінген 1 минус Б. Осындай не бар? Формула. Енді бұл жерде де тағы да не қылуға болады? Бұны жаңағы бағана айттық қой. Y-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз деп, сондай бұл енінде формуланы түрлендіруге болады. Өйткені бізде салықтың өзі екі түрлі болады. Салықтар да сондай. Салығымыз автономды салық болады, автономды салық, және автономды емес салық болады. Оны біз Т-Y деп айтамыз. Неге? Т деп отырғанымыз Т тең болады, ТА плюс Т-Y. Ол не деген сөз? Автономды салық деп отырғанымыз, сіздің мысалы үйіңіз бар, сіздің табысыңыз көбейсе де, табысыңыз азайса да, сіз жылына үйіңіздің квадраты, мысалы айталық 100 квадрат үйіңіз бар, 100 квадрат метрден сіз жылына бір рет не төлейсіз? Үйіңіздің құнынан төлейсіз ғой енді. Жылына бір рет мүлік салығын төлейсіз, сіздің табысыңыз көтерілсе де, түссе де, оның қатысы жоқ. Сосын сіздің көлігіңіз бар, көлік салығын төлейсіз. Табысыңыз көбейсе де, азайса да, сіз көлігіңіздің двигательдің объемына қарай төлейсіз, көлеміне. Мысалы, сіздің жеріңіз бар, жер салығы да сондай. Деген сияқты ғой, түсіндіңіз ғой, яғни ол табысқа тәуелсіз төленетін автономды салықтар. Және сіздің табысыңызға тікелей тәуелді салықтар бар да. Оның да өзінің несі бар, нормасы бар ғой енді. Прогрессиялық салық деген бар. Жалпы осы жерде айта кетейін, керек болса аласыздар, керек емес болса кесіп тастай қоярсыздар. Мінекей, мысалы, салықтың өзі қандай бар? Пропорционалды салық деген бар. Мемлекет экономикаға қалай ықпал етеді? Мемлекеттің экономикаға салық саясаты арқылы ықпал ету тәсілі, әдісі. Мысалы айталық, пропорционалды деген не? Пропорционалды салық салу.
мысалы мынау сіздің табысыңыздың суммасы, мынау салықтың ставкасы, мөлшерлемесі, мынау салықтың суммасы, иә. Мысалы сіздің табысыңыз 1000 теңге ма, сіздің салық ауыртпалық 20% болатын болса, 1000-ның 20% 200 теңге, иә. Сіздің табысыңыз 2000 теңге ма, 2000 теңгенің 20% 400 теңге ғой. Сіздің табысыңыз 3000 теңге ма, оның 20% 600 теңге. Солай ғой. Пропорционалды, иә. Енді екінші түрі бар. Тағы бір несі, мысалы, прогрессивті деген бар. Прогрессивті дегеніміз бұлай. Дәл осылай, мысалы, сіздің табысыңыз 1000 теңге ма, 1000 теңгенің 20% 200 теңге, жерде екеуі тең болып тұр, иә. Ал енді сіздің табысыңыз 2000 теңге болды ма, мәселен, сіздің табысы, сізден енді алынатын салықтың нормасы 20% емес, 25% болып кетеді. 2000 теңгенің 25% қанша болады? 4-ке бөлсек 500 теңге. Көрдіңіз ба? Қандай болып кетті? Екеуі тең емес. Мынау енді артық. Енді үшіншісі, бұл прогрессивті. Мысалы, сіздің табысыңыз 3000 теңге болатын болса, 2000-нан жоғары болатын болса, 3000 болатын болса, оған онда 30% салынуы мүмкін. 3000-ның 30% 900 ба? 900. Сонда қараңызшы, бұл жерде 900 теңге. Көрдіңіз ба? Сіздің былай қарасаңыз бірдей сияқты да, пропорционалды да мынандай шығып отыр. Прогрессивті де мынандай шығып отыр. Бұл не үшін қолданады? Бұл қолданатын себебі бір саланың дамуын сәл тежеу керек. Сіздің температураңыз көтерілетін болса, температураны түсіретін дәрі береді ғой, қызуды қайтаратын. Сол сияқты экономикалық организмнің температурасы көтеріліп жатса, яғни шамадан тыс халықтың тұтынуы артып кететін болса. Неге халықтың тұтынуы артып? Өткенде айттым ғой, экономика даму фазасына көшкен кезде, даму фазасында жұмыс орындары көптеп ашылады, сұраныс көбейеді, халықтың табысы артады. Халықтың табысы артқан кезде халықтың тұтынуға деген ынтасы артады. Халық көп тұтына бастайды. Яғни сұраныс артады. А сұраныстың көбейгені не істейді? Бағаның әрине сұраныс көбейсе, товарыңызға сұраныс көбейсе, сіз не істейсіз? Бастапқыда сіз бірден көтермейсіз. Тағы бір есіңізге салып кетейінші осы жерде. Мысалы, мінекей мынау сіздің экономикаңыздағы әлеуеттік өндіріс көлемі, мынау баға деңгейі, қалыптасқан баға деңгейі. Мінекей экономикада өндіріс көлемі, мысалы, өшіріп тастайыншы. Өндіріс көлемі, мысалы, мінекей мынандай болса, Y болып тұратын болса, Y1 дейікші. Мінекей мына бағамен товар алынып жатыр, сатылып жатыр осы бағамен. Осы бағамен товар алынып жатыр мінекей. Мынау сұраныс қисығы. Енді қараңыз, мынау ұсыныс қисығы. Енді халықтың табысы артып жатыр. Халықтың табысы артқан кезде Y2 дейікші. Мынау оңға қарай жылжиды ғой енді. Табыс артқан кезде халықтың сұранысы артады ғой. Сұраныс артқан кезде сіз сол баяғы бағамен өндіріс көлемін арттырасыз. Бұл жерде 5 дана шығарсаңыз, бұл жерде енді 10 дана шығарасыз. Өндіріс көлемі артып жатыр. Бірақ баға константа, баға өзгермейді. Өйткені сіздің артық пайдаланылмай жатқан өндіріс қуаттарыңыз бар. Ал енді тағы да сұраныс артатын болса, сіз тағы да товарды көбейте бересіз. Бағаны өзгертпейсіз. Өйткені сізде қолданылмай жатқан өндірістік мүмкіндік қуаттар бар. Жарайды. Сонымен әрі қарай не болады? Әрі қарай экономика өзінің әлеуетін толық сарқып бітіреді екен. Экономика өзінің әлеуетін толық сарқып бітіруге жақындаған кезде не бола бастайды? Жайлап баға көтеріле бар. Өндіріс көлемі де көбейеді. Өндіріс көлемі сіз бұрынғыдан көбірек өндіріп бере аласыз, бірақ қосымша жұмыс күшін жалдайсыз. Я болмаса жұмыс істеп жүрген адамға айтасыз, біздің сұранысымыз көбейіп кетті, үлгермей жатырмыз, қосымша жұмыс істеңізші, түнгі сменаға қалып істеңізші дейсіз да, түнгі сменаға қалған адамға сіз уже коэффициент 1,5 төлейсіз мысалы, демек көбірек төлейсіз жалақы. Яғни сіздің шығыныңыз артқаннан кейін сіз бағаны амалсыз көтеруге мәжбүр боласыз. Өндіріс көлемін арттырасыз да бағаны да көтересіз. Баға уже P1 емес P2 деген деңгейде. Әрі қарай тағы да сұраныс көбейген кезде болды, сіз одан артық өндірістік қуаттарыңызды толық сарқып біттіңіз. Әрі қарай өндіріс көлемін сіз оңға қарай көбейте алмайсыз.
Енді сұраныс көбейсе сіз тек қана бағаны көтере бересіз. Мен осыдан келіп мынандай сұраныс қисығы, ұсыныс қисығы осылай болып шығатын себебі сол. Енді әрі қарай сұраныс көбейе берсе, мынау ұсыныс қисығы, мынау сұраныс қисығы, мынаны тепе-теңдік нүктесі былай қарай сыза береді. Мынау не деген сөз? Өндіріс көлемі өсті, бірақ сонымен қоса бағада байқап жатсыз ба мінекей? P2, P3, P4 ұсыныс өсіп жатыр, бірақ баға да өсіп баратыр. Яғни бағаның өсуі деген инфляция емес па? Мемлекет амал жоқ не істейді енді? Мемлекет инфляциялық процесті не істеу керек? Тежеу керек. Тежеу үшін мемлекет не істейді? Мына саланың дамуын тежейді. Мына саланың, бағанағы айтқан, мына саланың дамуын тежеу үшін прогрессивті салық жүйесін енгізеді. Бағана айттық қой, сіздің табысыңыз 3000-ның 30% 900 болады дедік па? 900. 900-іңіз сіздің 600-іңізден көп. Солай ғой. Прогрессивті салық жүйесі осы кезде қолданылады. Мемлекет салықтың ауыртпалығын артырып барады. Бұл прогрессияның өзі тағы да бөлінеді. Жай прогрессия дейді, сложный прогрессия, күрделі прогрессия дейді. Мысалы бұлай. Жаңа мен көрсеткен жай прогрессия. Иә.